Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бет күтіміне арналған оңай әрі тез жасалынатын үйдегі бар ингредиенттерден қалай бетімізді күтуге болатын масканың рецептімен бөлісетін боламын. Комментарияларды оқып отырсам, бір реніш бар екен, рецептін көмектеспейді деген, маскалар көмектеспейді деп. Маскалар көмектесу үшін сіздер міндетті түрде кем дегенде 1-2 ай, аптасына 2-3 күн үзбей жасап жүріңіздер. Сол кезде сіз результатқа жетесіз. Ал егерде сіз өткізіп, аптасына 1 рет, 10 күнде 1 рет жағатын болсаңыздар, әрине ол міндетті түрде көмектеспейді. Дүкендегі кремдерді пайдалансаңыздар, әр уақыты болады ғой жасау. Дәл солай үй жағдайындағы масканы да дәл солай пайдалану қажет. Дәл осындай пайдалы ақпараттарды алу үшін ең алдымен сіз менің каналыма өтіп, подписка, лайк қойып кетуді ұмытпаңыз. Себебі мен жаңадан салған видеоларды, пайдалы ақпараттарды сіз өткізіп алмау үшін. Ал егерде сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, астына комментария бөліміне жазып кетіңіз, мен сізге жауабын видео ретінде түсіретін боламын. Ал видеоны соңына дейін қарасаңыз, арасында мен лайфхактармен бөлісіп отырамын. Ал біздің бүгінгі маскамызға кірісейік, және ол қандай пайда беретін туралы толығырақ айта өтейін. Бүгінгі біздің маскамыз сұлу жармасынан жасалынады, яғни геркулес деп айтып жатады, не болмаса овсянка. Бетке берер пайдасы өте көп, құрамында минералдарға толы. Сұлу жармасының әр ингредиентпен араластырған кезде әртүрлі пайда беретінін сіздер білесіздер ме? Мысал ретінде бетіңіз тым құрғақ болса, сұлу жармасын айранмен не болмаса қаймақпен араластыратын болсаңыз, бетіңіздің ылғалдығын қалпына келтіруге көмектеседі. Ал егерде бетіңіз сіздің тым майлы болса, онда сізге сұлу жармасын мед, яғни балмен араластыратын болсаңыз, тез арада қалпына келтіруге көмектеседі. Дәл осындай әртүрлі маскаларды сұлумен жасауға болады. Негізі сұлудың бетке ешқандай берер кері әсері жоқ. Сол себепті қорықпай барлықтарын жасап көрсеңіздер болады. Біз бүгін бетті ағартуға және ылғалдандыруға арналған масканы жасаймыз. Ал енді біз масканы жасауға кірісейік. Ең алдымен сұлы жармасын мен уже дайындап алдым. Қайнататын ыдысымызға жарты стақан су құйып алдым. Өйткені мен рецепті 1 аптаға жететін қылып жасаймын. Сол үшін маған жарты стақан сүт жеткілікті. Неге сүт десеңіздер, сүт бетімізді ағартуға көмектеседі және нәрлендіреді. Яғни табиғи сұлулығын, өзінің табиғи элементтерін бетте сақтауға көмектесетін болғандықтан сүтте қайнатып аламыз. Яғни күнделікті таңертеңгісін ішетін ботқа секілді қылып, езіп, қайнатып, пісіріп аламыз. Жарты стақан сүтке 2-3 қасық сұлы саламын. Сұлымызды қайнатып, жібітіп алдық. Енді дайын болған сұлымызды блендерден өткізу керек, сол үшін ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Көп емес мөлшерде жеткілікті, өйткені бұл масканы холодильникте 1 аптадан артық ұстауға болмайды. Себебі құрамында сүт бар. Сүт болғандықтан көп уақыт ұстамаңыздар. Енді осы дайын болған қайнатылған сұлымыз бен сүтімізді блендерден өткізіп, езіп аламыз. Сұлыны блендерден жақсылап езіп алдым, сүтпен араластырып, енді осы сұлымыздың эффектісі одан әрі жақсы болу үшін маскамызға зығыр майын қосуға болады. Зығыр майы ол семинальна. Бұл үлкен супермаркеттерден таба аласыз. Бағасы шамамен 600-800 теңге тұрады. Пайдасы бетке берер өте көп. Одан бөлек зығырдың қайнатылған несін ішетін болсаңыздар, асқазаныңыздың өт жолын бәрін тазалап, арықтауға жақсы көмектеседі. Ешқандай кері әсері жоқ. Қазір зығыр майын қалай жасауды көрсетемін. Ең алдымен арнайы ыңғайлы ыдысқа 1 стакан су құйып аламыз. Осыған
бір ас қасық мен көз мөлшерімен жасаймын. Зығырды салып, ыстық отта қайнатамыз. Ыстық отта біздің зығырымызды 5-7 минут қайнатып алу қажет. Қайнатып жатқан кезде өзіңіз байқайсыз, біздің құйған суымыз кішкене желе образны, яғни қоюлана бастайды. Сол кезде астын өшіріп, сүзіп аламыз. Ал біздің екі ингредиентіміз дайын, яғни сұлы жармасынан және зығыр майынан жасалған. Біз жаңағы өзіміздің сұлыны қайнатып алған сүтпен сеткадан өткізіп, сүтін сығып аламыз, сүзіп аламыз. Міне біздің сұлыдан неміз дайын. Енді осыған зығырдың майын қосамыз. Зығырдың майын сүзіп алу үшін бізге осындай сетка, яғни марлі тряпка қажет. Марлі тряпканы осылай біздің жаңағы неміздің сұлымыздың үстіне құйып, зығырымызды сеткадан өткіземіз. Зығырдың қайнатқаннан кейін суы осылай қоюланып кетеді. Сол себепті оны тек қана марлямен қысу арқылы ғана сүзіп ала аламыз. Ал зығырдың майы мен сұлының ботқасын екеуін жақсылап араластырамыз. Осы маска зығырдың арқасында лифтинг эффект жасап, бетімізді тартылып тұрады. Ал сұлының арқасында бетіміз ағарып, ылғалданып, минералдарға толып, өзіміздің жаңағы жас кезде дейді, жаңағы подростк кезде бетіміз жұмсақ, тап-таза болады ғой, сондай қалпына келтіруге көмектеседі. Және де ең керек үшінші ингредиент ол бізде миндаль майы. Әр үйде миндаль майы міндетті түрде болу керек. Оны қалаған жасаған маскаңыздың ішіне қосатын болсаңыз, маскаңыздың пайдасы 2-3 есе күшейе түседі. Мен әрдайым 10 тамшы тамызып отырамын. Ол дәріханаларда шамамен 600-800 теңге тұрады. Ал маскамызды дайындап алдық. Содан кейін бетімізді жақсылап жуып, шашымызды бізге мешет жасамайтындай жинап тастап, бетімізге жағып шығамыз. Аптасына 3 рет жатар алдында жарты сағаттан жағып отырсаңыз, пайдасы керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ешқандай зияны жоқ. Аллергия беріп, қызып қабынады деген ондай уайым болмаса да болады. Осыны бетімізге жағып болғаннан кейін қалған остаткасын осындай арнайы банкада сақтап, холодильникте 7 күнге дейін сақтауға болады. Ал менімен бірге міндетті түрде масканы жасап көріп, 2 айдан кейін результатымен бөлісіңіз. Сәттілік!